Бүгін біз сүтпен тәжірибе жасаймыз. Бүгін бізге қонаққа келген Ағы Зеренің анасы Перизат Бейнеубайқызымен бірге бәріміз тәжірибе жасаймыз. Түсінікті ғой, иә? Менің қолымдағы мен сиыр сүті. Иә, бұл екеуі де малдың сүті, иә балалар? Сүттің адам үшін қандай пайдасы? Адамның денсаулығына көмектеседі. Иә, әсіресе көмектеседі. Өте көп, өте тамаша, дұрыс айтасың. Енді балалар, сүттің түсі қандай? Енді оның ақ немесе басқа түс екенін біз қайдан білеміз? Бірінші, Перизат Бейнеубайқызы, сіз мынау ешкінің сүті, қолдың таза сүті, мынау бізге дүкеннен келген сүт бойынша екі сүтке екі түрлі тәжірибе жасаймыз. Олардың майлылығын тексереміз. Екі тәнекеге екі сүтті құйып. Қараңдаршы, сүттің мана сендер айтқандай түстері ақ па? Жоқ. Екі сүттің түсі ақ, біреуінікі адам түске ұқсайды. Екі жағын ақылды өте тамаша. Яғни балалар, сүттің құрамында ақуыздар бар, майлар бар және сулар бар, түрлі заттар бар. Сол себепті неғұрлым сүттің бойында май көп болса, сүттің құрамға түсі де өзгешерек болады. Енді Перизат Бейнеубайқызы бүгін сізбен бірге менің шақырған себебі мынау бізде түрлі бояу бар. Осы бояуларды екі сүттерге тамызып, сүттер мен бояулардың әрекеттесуін тәжірибе жүзінде қараймыз. Сіз екі бояуды алып өзіңіздің тарелкеңізге, біз екі бояуды қыздарге міндетті түрде. Қыздар бояуды ұстағанда қауіпсіздік ережесін сақтаймыз. Тек бір ғана тамшыны тамызамыз. Түстер не істейміз енді балалар? Қараңдаршы, түстер сүттің бетінде не істеп тұр? Бір-бірімен араласқан жоқ, иә? Тек өздерінің түстерін, қалыптарын ғана бұзып, түстер әртүрлі түске өзгерген жоқ. Енді бұл түстерді балалар, мына қолымызға таяқшаларды алып, түрлі ою-өрнектер жасауға болады. Ал балалар, сүтке бояуды тамызған кезде түрлі өрнектер пайда болды. Солай ма? Иә, бұл бояулардың қандай маңызы бар? Бояуды қай кезде пайдаланамыз? Сурет сабағында. Сурет сабағында пайдаланамыз, өте жақсы. Иә, Ақсарай, қандай өрнек жақсы тұр? Қарашы, неге ұқсайды? Ақсарай, әртүрлі болып кетті, иә. Бізде де араласып тұр, иә? Мына жақта да әртүрлі бояу арқылы түрлі өрнектерге ұқсап тұруға болады, ою өрнектер жасауға болады, яғни түстерді бір-біріне араластырып, түрлі өрнек жасап жатырмыз. Бұл жерде сүттің ішіне біздің бояуларымыз сіңіп кеткен жоқ, тек сүттің бетінде бояулар қалқып тұр. Ал балалар, менің қолымдағы мен сұйық сабын, иә? Сұйық сабынмен не істейміз? Неге пайдаланамыз? Қолымызды жумасақ, микробтар көп болып алып қаламыз. Тазалық үшін қолымызды, бет қолымызды су сабынмен жуып тұруымыз керек екен. Олай болса, балалар, енді осы су сабынды мен сендерге бір тәжірибе ретінде көрсетейін. Біз сүттің бетіндегі бояуларға бір-бір қатты ғана тамшы су сабынды тамызып, бояулардың қандай реакцияға ұшырағанын қараймыз. Көрдіңдер ме балалар? Қайсының реакция күшті жүріп жатыр? Мына жақтың су сабын тамызған реакциясы өте күшті жүріп жатыр. Ал мына жақташы балалар? Жай ма? Мына жақта реакция өте жай жүріп жатыр. Екі жақтың реакциясы екі түрлі жүріп жатқан не себепті деп ойлайсыңдар? Өйткені біріне кішкентай тамыздық, ал екіншісіне көп тамыздық. Негізі екеуіне де бір-бір тамшыдан бірдей тамыздың. Балалар, мен сендерге дәл осы жерде түсіндірейін. Екі сүт бізде балалар, екі түрлі сүт. Біреуі дүкеннің сүті, бұның майлылығы жоғары, екіншісі бұл ешкінің сүті, табиғи сүт, бірақ оның майлылығы аз болғандықтан бұда реакция жай ғана жүрді. Неғұрлым сүттің бетінде, сүттің өзінде майы көп болса, ондағы су сабынға өзгеретін реакциясы өте күшті болады. Сүттің бетіне су сабынды тамызған кезде реакция жүрді, көрдіңдер ғой, енді екі жақта екі түрлі реакция болды. Мына жақта баяу болды, мына жақта тез реакция жүрді. Көрдік қой, енді бұл жерде сүттің майлылығын ыдыратып жіберді, бояудан бөліп жіберді. Яғни бұл жерде балалар біздің жасаған іс тәжірибеміз, біздің мынау сүттердің құрамындағы майларды, мына біз тамызған бояулар сүттің құрамындағы майларға сіңді, және біз су сабынды тамызғанда майдағы, мынау су сабынға майлар не істеді? Жан-жаққа қарай ыдырап қашты. Тәжірибе түсінікті болды ма? Ұнады ма балалар сендерге? Тәжірибе ұнады ма, Яна? Иә, қандай күшті болды ма? Иә, біз не істедік? Түрлі бояуларды сүтке салып, оларда түрлі қозғалыс өзгерістерге ұшырады. Егер де дәл осы бояуларды біз суға салатын болсақ, сүттің бетіндегідей өз түстерін ұстап қалқып тұра алатын ба еді? Жоқ. Не істеп кетеді суға? Оның түсі кетіп қалады. Түсі кетіп қалады. Себебі ол сұйық затқа бірден сіңіп кетеді. Ал бұл жерде сүттің майлылығына жаңағы бояулар барды да сіңді де тек бетінде ғана қалқып тұрды. Жарайсыңдар балалар.